дәл қазір өз өміріңмен өзің басқарып жатырмын деп ойлап жатсың ба? Дәл қазір өзің бүкіл шешімнің барлығын қабылдап жатырмын деп ойлап жатсың ба? Ойыңдағы бар ойлардың барлығы меніңкі деп ойлап жатсың ба? Қателесесің. Сенің ойыңдағы бар 80-90% ақпарат, сенің ойыңдағы бар 80-90% шешімдер, ол сенікі емес, ол қоғамдікі. Сенің ортаңның саған тигізетін әсері өте орасан зор. Ол андай бір, енді дұрыс қой, ортам осындай, мен бірақ өзім шешім қабылдаймын деп ойлама. Тренд деген дүние қайдан пайда болады? Массовый мәселелер. Мысал үшін, сен жақсы көретін артисті сен шынымен өзің жақсы көресің бе? Киіп атқан жейде киімдердің барлығы сен өзіңе ұнағандықтан киіп атсың ба? Болмаса, қоғам қабылдағаннан кейін, қоғамда жақсы тренд болғаннан кейін киіп жатсың ба? Мақұл, сен қоғамға бүкіл массаға қарсы шыққан күннің өзінде де мен уникальныймын дейсің де, өзің сияқты уникальный бір ортаның жасаған іс-әрекеттерін жасайсың, бірақ тотал 100% уникальный адам болмайды, өйткені оның ортасы оған 100% әсерін тигізеді. Біздің психиканы өзгертетін, біздің әдеттерімізді, біздің жалпы ғұрыптарымызды, біздің күнделікті көзқарасымызды өзгертетін дүние, біздің тіліміздің бағанағы құрылымын өзгертетін дүние, ол орта деп аталады. Сол үшін орта өте маңызды. Ортаның дұрыс болуы, ортаның сені өміріңе тигізетін ықпалы өте зор болғандықтан, ортаның дұрыс болуы өте маңызды. Айналаңдағы 5 адам кім? Айналаңдағы 4 адам кім? Сен 5-шісі, сен де сондай боласың деген нәрсе бар. Айтады, ол қасыңда 4 миллиардер болатын болса, сен де 5-ші миллиардер боласың дейді. Бірақ сенде қасыңда 4 миллиардер болмайды, егер сенде миллиардқа потенциал бастапқыда ашық болмайтын болса. Өйткені орта тек қана саған әсер етпейді, сен де ортаға әсер етесің. Сондықтан сол нәрсені сен өзіңнің потенциалыңа сай ортаны табасың, өзіңнің потенциалыңа сай адамдар сенің айналаңа, сенің ұстаздарың болып жинала бастайды. Енді ортаның мәселесіне келетін болсақ, орта біздің мидың жалпы қалыптасуында өте үлкен қызметін атқарады. Неге дейтін болсаңыздар, бала туылған кезде жалпы бүкіл хайуандар әлемін алатын болсақ, именно адамдардың баласы ең әлсіз болып туылады, байқасаңыздар. Өйткені адам баласын Алла субхана тағала жамағатшыл қылып жаратады. Бізге жамағат өте маңызды. Егер қандай да бір хайуанның баласы бір айдың ішінде, 2 айдың ішінде уже тұрып өзінің тамағын өзі тауып жей беретін болса, адамның баласы 18 жасқа шейін өз тамағын өзі таба алмайды. Елестетші, 18 жыл бойы анасының, әкесінің қасында жүрген бір хайуанды елестетші, олар жалпы өмірінің ұзақтығы 18 жыл. Ол қалай ол ата-анасының қасында жүреді? Сен мышықты, енді туылған мышық баласында шешесінен алып қоятын болсаң, ол уже 4-ші күні өзі туалетке барып өз тамағын ішіп жүре береді. Сен тура сөйтіп кішкентай баланы алып қой өзінің анасынан, сөйтіп сүтсіз өзін былай лотокқа үйретіп тамақтандырмай өзің тауып же деп айтатын болсаң, мақұл, тамағыңды әкеп берейін мен сенің, тура мышыққа сияқты условия жасап берші, тамағыңды әкеп берейін, бірақ сен өзің тістеп, өзің шайнап, өзің жырт дейтін болсаң, даже сүт қылып берсең де ол сүтті өзі іше алмайды да, сен оны аузына апарып беру керексің. Неге? Өйткені адам биологиялық тұрғыда, табиғи тұрғыда жалғыз өзі бұл дүниеде өмір сүре алмайды. Адамның табиғаты жамағатшыл. Сондықтан осы нәрсені бізге қабылдау керек. Мен өзім, мен деген дүниеден арылуымызға тырысуымыз керек. Біз күллі адамзаттың бір бөлігіміз деп қабылдауымыз керек өзімізді. Сол себепті де біздің ми өте мұқтаж ортаға. Дұрыс ортаның болуы ол сенің өміріңдегі ең үлкен жеңістің бірі деп айтсақ болады. Егер сенің айналаңдағы ортаң сені бір Құдайға жақындатып жатса, жақсы әдепке тартып жатса, дұрыс әрекеттерге тартып жатса, сенің бір ойыңды дұрыс қалыптастырып, бір өсуіңе себепші болып жатса, ол деген үлкен бір нығмет ретінде қабылдау ол нәрсені. Бірақ көбінесе біздің ортада болатын құбылыстар, біздің бойымыздағы бар әдеттеріміздің барлығы ол біздің ортамыздан сіңіп кеткен дұрыс емес ғұрыптардың себебінен болатын нәрсе. Сол нәрсені сен бүгін өзіңді бақылай отыра, сол нәрсені сен бүгін анықта өз бойыңда. Қай әдеттер менің ортамнан маған сіңді деп бақылайтын болсаң, сен түсінесің, бойыңда бір 99% әдеттердің барлығы ортадан келген. Өйткені бала кезден бастап, бала сыртқа қарап өседі. Мен тірі қалуым үшін қандай болуым керек дейді. Айналасына қарай бастайды. Айналасына қараған кезде ол былай ойланады. Мыналар көп күледі екен. Көп күлу мен үшін ол тірі қалудың бір сценарийі дейді. Бала көп күле бастайды. Мыналар көп жыланады екен. Онда жылану
менің миым үшін онда ол бүгін қорғаныс механизмі, мен де жыланайын дейді. Мыналар көп сөйлейді екен, онда мен де көп сөйлейін дейді. Неге? Өйткені көпшіліктің жасаған нәрсесі ол көпшілікті тірі алып қалған дүние, ол статистика. Біздің мида жақсы жаман деген дүние жоқ. Біздің мида қауіпті қауіпсіз деген нәрсе бар. Егер ми үшін көп күлу қауіпсіз болатын болса, онда менде позитивити жоғары болады. Мен көп күлемін. Егер менде ортамда күлуге болмайды, мен серьезный болуым керек, мен мынандай болып жүру керек, сол ғана мен үшін бір жеңістің тірегі болатын болса, өйткені менің ортамның барлығы сондай болатын болса, сәйкесінше мен де сөйтіп жүруге тырысамын. Өйткені мен ортадан қалмауым керек. Ортадан қалатын болсам мен өліп қаламын. Түсіндіре ба? Сондықтан сол себепті біз мына өміріміздегі қалыптасқан дүниелердің барлығы меніңкі деп айтудың өзі де өте қате. Бұл біздікі деп айту керек. Өйткені бұл нәрсенің қалыптасуына мыңдаған адам қатысқан. Сол себепті қазірден бастап ол нәрсені реттеу үшін сен ортаңды ретте. Орта, дұрыс ортаға талпын, дұрыс адамдармен сөйлесуге, дұрыс адамдармен ақылдасуға талпын. Әрине мен саған қазір барып достарың барлығын тастап кет, жаңа достар тауып ал деп жатқан жоқпын. Жоқ. Ортаңа жаңа адамдарды қос деп жатырмын. Жаңа ынталы, өзің сияқты ынталы, алдыға қарай ұмтылатын адамдардың қасына ұмтыл. Солармен бірге болуға тырыс. Солармен бірге болу үшін өміріңді ретте. Күнделікті спорт, күнделікті сабақ оқы, күнделікті қазір кітап оқы деген сияқты мәселелердің барлығын реттейтін болсаң, өзің сияқты өмірге деген ынтасы бар адамдардың ортасында табасың. Өмірге деген ынтасы бар адамдардың ортасында байлар да шығады, миллиардерлер шығады, барлық бір жүйеге дұрыс әсерін тигізетін, өмірімізге, біздің қоғамға пайдасын тигізетін адамдар шығады. Сондықтан ортаның дұрыс қалыптасуы өте маңызды. Біздің ми ортаға қарап өзін қалыптастырады. Бүкіл сенің бойыңдағы тревогада, паникада, бүкіл травмаларда, бүкіл сенің бойыңдағы таланттарыңда, бүкіл сенің бойыңдағы бағанағы қасиеттеріңнің барлығы ортаның болғандықтан, қандай орта болғандықтан сенің бойыңда ашылған. Енді қараңыздар, біз айтамыз, мен эмпатпын, мен қатты сезімталмын. Эмпатия қалай ашылатынын білесіз ба? Сенің бойыңда эмпатия ашылу үшін сен әке-шешеңнің жалпы әке-шешеңнің, ортаңның жасайтын іс-әрекеттерін алдын ала біліп отыру керек. Жағдайлар болады. Дұрыс емес түсіндірдім. Эмпатия қалай ашылатынын білесіз ба? Эмпатия ашылу үшін ол біз ойлаймыз ғой, эмпатия ол бір күшті, бір керемет, андай бір менің талантым деп ойлайсың ғой. Әрине талант, оны жоққа шығармаймыз, бірақ эмпатияның 100%-ға көтеріліп, эмпатияның максималды түрде ашылуына көмектесетін нәрсе ол балалық кездегі қиыншылық, ол балалық кездегі игнор, ол балалық кездегі өзінің сұрағына кері байланыс ала алмау. Сондықтан ол бала амал жоқ, ол сезу керек қасиеттерін қаттырақ қосады. Сезу керек қасиеттерін қаттырақ қосып, ол не дегісі келіп жатыр менің анам, қазір мына нәрсені істейтін болсам маған ұрсып қоймай ма, ұрсып қоймас үшін мен былай істеуім керек қой, анамды күлдіру үшін, әкемді күлдіру үшін, достарымды күлдіру үшін мен не істеуім керек деп, көрдіңіз бе, бір выживание процесінен адамның бойында эмпатия өседі. Эмпатия барлығымызда бар, бірақ барлығымыздың бойымызда ол оянбайды, өйткені барлығымызға қажет емес. Барлық адамдағы бар қасиет менде де бар деп санау керек. Просто өмірімнің барысында қандай ортамен жолыққаныма сай, сол қасиетім менің белсенді түрде жұмыс жасай бастайды. Өйткені ол қасиеттер негізі мені қорғауға бағытталған қасиеттер. Сенің бойыңдағы гэллопта көрген таланттарыңның барлығы сені осы күнге дейін қорғап келген таланттар екенін сен соны нақтырақ түсіну керексің. Эмпатия, керемет, оның өмірге деген әсері өте мықты. Мен өзім эмпат ретінде жақсы білемін бұл нәрсені. Эмпатия өте өмірге жақсы көмектеседі, бірақ эмпатияның шығу жолы ол сенің балалық кездегі бір қиындығың, сенің мына юморға жақын болуың, деп барлығын күлдіртуің де ол да бала кезден келген дүние. Өйткені сенің өмірің тұңғиыққа толы болғандықтан күлдіру деген дүние ол сенің бір защиталық механизмі болған. Сен күлдірмесең сен ортаға керек емес болғансың. Сондықтан сен күлдіру механизмдерін оятқансың. Сен спортқа деген мұқтаждығың, сенің былай серьезный болып жүру деген нәрсең, ол сенің бір мысыңның мықтылығынан, бала кезден сондай бір палуан болып туылғаныңнан емес. Ол сенің ортаңда сен сондай ғана болып қабылданғаннан болады. Сен мысалы үшін айтасың, мен перфекционистпін, мен уақыттан кешікпеймін, мен барлық бастаған ісімді бітіремін дейсің. Қаяқтан келді ол нәрсе? Ортаңнан келді. Өйткені сені ондай нәрсе жасамасаң, сәл кешігіп қалған үшін сөгіп, сені адамдардың қатарынан шығарып жіберген ортаң кезінде. Сол себепті де сен сондай бір қабілеттерің пайда болады. Бүгінгі күнде адамдардың ол күллі бір механизм екенін біз түсінуіміз керек. Мен бір жеке тұлға, әлем менікі емес. Мен әлемнің жартысымын. Мен әлемнің бір кішкентай бір болтигімін. Сол нәрсені мен өте жақсы түсінуім керек те қабылдауым керек. Мен сол нәрсені қабылдаған кезде ғана менің бойымдағы қасиеттерім маған дұрыс жұмыс жасай бастайды, және мен ортамен дұрыс қарым-қатынас құра бастаймын. Енді осы сәттен кейін сен айналаңдағы адамдар саған өсек айтып жатса, тыңдамауға тырысасың. Айналаңдағы адамдар сені жаманшылыққа шақырып жатса, сен бармауға тырысасың. Өйткені орта сені мәжбүрлеп кіргізбейді ондай халге. Орта сені
таңдаумен кіргізеді. Сен өзің таңдайсың. Өзіңнің қалауларыңның нәтижесінде сен сондай ортаның ішінде көбірек уақыт өткізесің. Сол үшін айналып достарыңа жаба берме. Сен өзіңде сондай болғаннан кейін сенің қасыңдағы адамдарың да сондай. Сол үшін сен өзгере бастасаң, қасыңдағы адамдар да өзгере бастайды. Өйткені сен де олар үшін ортасың. Сен өзіңді дұрыс өзгерістерге бейімде, дұрыс қадамдарға бейімде. Сол кезде сен ортаңа дұрыс әсер тигізесің. Егер айналаңдағы адамдардың барлығы тренировкамен айналысатын болса, онда тренировка деген нәрсе сенің миыңда норма болады. Айналаңдағы адамдардың барлығы ішетін болса, ішу деген нәрсе сенің миыңда норма болады. Ол Совет өкіметінен біз өте жақсы білеміз ол дүниені, қалай біздің миымызға сіңіп кеткенін. Арақсыз той өтпеу, арақсыз жалпы ешқандай бір думанның болмауы деген нәрсе, ол бізге сіңірілген нәрсе, ол біз өзіміздің табиғатымыздан бар нәрсе емес. Сол үшін мына нәрсені біл. Орта сенің нормальны деп қабылдап жатқан дүниеңе әсер ететін бір үлкен механизм. Ал енді тәмамдайтын болсақ, ортаның сенің өміріңе тигізетін әсерін өзіңде түсіндің. Орта сені 80-90% қалыптастырады. Сондықтан ортаны өзгерт емес, өзің өзгер. Өзіңнің өзгеруінің нәтижесінде ортаңа дұрыс ықпал тигіз. Сол кезде ортаңмен бірге өзгересің және жаңа орта, жаңа адамдар, жаңа кітаптар, жаңа бір хоббилер табуға тырысып жүр. Енді ортаңның саған қандай әсерін тигізгенін, қандай қабілеттерді пайда болғанын осы видеоның нәтижесінде тұжырымында сен ортадан қандай әдеттерді алғаның, қандай бүгінгі күндегі жетістіктерге жеткеніңді мынау комментарийға жазып өт. Өзіңе жаңа орта қалыптастыр осы комментарийдің ішінде.